Алма алып шығам, сосын менен сұраушы болмасын ба? Жарайды. Қорқақ. Ақыры итті алып келдің ба? Сыр, үй шықсын. Қазір? Түс! Солды ма? Кешіріңіз, сені ұрламаймын. Көрсетем саған алмарлығын. Сатқым. Сөйлеме! Айжан, сен де жүр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыз аға? Жақсы, биыл алма қалай? Биыл жақсы, былтырға қарағанда. Ай, бәрекелді. Неге айтасың? Айтқан жоқпын ғой, әкең өзі келді ғой. Сенбесең сұрасай өзінен. Еріңіз аға. Анау, сары алмаңнан бір шелек, Аха. қызыл алмаңнан бір шелек салшы. Болды аға. Әке, мына алмаға төге салайын ба? Жоқ, төкпе. Жарайды. Үйдегі қояндарға бере салам. Қанша болды? 1000 теңге болды аға. Мінекей. Жақсы жүрсін. аға. Ас болсын. Айжан, міне жей ғой. Рахмет. Қалай? Тәтті ме екен? Иә. Адалдықпен келген тәтті болады. Жей ғой. Әке, тәтті алмадан маған да беріңізші. Сен ана ашың деген же. Бұл ащы ғой. Ұрлықпен келген ашшы болады. Әке, Же деймін саған. Ал Қайыржан, мынау саған. не үшін? Адалдығың үшін. Тағы жегің келсе, маған айт. Рахмет. Тағы да алып берем, мақұл ма? Бара ғой. Ассалаумағалейкум, Жомарт аға. Уалейкум салам. Қалайсыз? Кел, Талғат. Мынау алдыңызда айыпты болып қалдық. Қалай? Мына біздің бала сіздің бақшаңызға рұқсатсыз алма ұрлыққа түсіпті. Соның өтеу ретінде мына алманы сізге алып бердім. Қой, Талғат. Керек емес. Ұят болады. Жоқ, ақсақал, кісі ақысы деген болады. Балам ұрлық жасаса, кінә менен. Сондықтан алғыс өтініш. Ата, кешіріңізші. Ей, Санжар. Өзіңнен ақ сұрамайсың ба? Қойны қоншыңды толтырып жіберерем ғой. Ей, бала. Ей. Ақсақал, мәселе алмада емес қой. Мәселе баламның ниетінде. Бізді кешіріп қойыңыз. Жарайды. Айыпқа бермеңіз. Рахмет сізге. Мейлі. Жүре. Әке, кешіріңізші. Енді қайта алмаймын. Балам, ұрлықтың үлкен кішісі болмайды. Бүгін алмарласаң, ертең атан түйерлайсың. Бәрін бүдіру үшін бір сәт жетеді. Ал оны түзету үшін бүкіл ғұмырың жетпеуі мүмкін. Түсіндің ғой? Түсіндім, әке.